іш өту, температура, құсу болатын вирус тарап жатыр. Достар, соңғы кездерде осындай шағыммен науқастар көбейіп жатыр, барлығы вирус деп жатыр. Бұл бізде холера, яғни вибрион деп те аталатын ішек таяқшасы жұқпалы ауру инфекция болып табылады. Холера таяқшасы организмге түскеннен кейін науқаста диарея болады, құсу көп мөлшерде, қызбасы көтерілуі мүмкін. Соның кесірінен сусыздану болады. Водно-солевой баланс, яғни тұз-су балансы бұзылады. Ал жазда бұл аурудың көбейетін себебі ол жуылмаған көкөністер, жуылмаған қол және де таза қайнатылмаған судан жұғуы мүмкін. Жаздың күні арбуз, дыня, огурцы, помидор деген сияқты нәрселер көп желінеді. Оларды жеген кезде міндетті түрде сыртын дұрыстап жуып және де қолыңызды жуып жеу қажетті болады. Бұл ауру қарапайым болып көрінгенмен сусыздану организм үшін өте қауіпті. Егер де дұрыс емделмейтін болса, онда 2 сутка ішінде науқас өліп кетуі де мүмкін. Еміне келетін болсақ, жеңіл фазада ауырып жатқандарға ең бастысы тұзды су балансын қалыпқа келтіру керек. Көп мөлшерде су, трисоль, ригидрон, немесе натрий хлориді және де қайнатылған суды көбірек ішу қажет. Ал аурудың симптоматикасы көп болатын болса, доксициклин, тетрациклин, азитромицин сияқты антибиотиктерді қабылдау керек болады. Ең бастысы жазды күні қолдарыңызды жуып, жейтін тағамдарыңызға мұқият болыңыздар.